Абай атындағы жалпы орта білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Садвакасова Қорлан Амантайқызы. Мен мұғалім мамандығын жүрек қалауымен таңдадым. Себебі мұғалім болашаққа жол көрсетуші, баланың өміріне бағыт бағдар беруші тұлға. Бастауыш сынып мұғалімі болу үлкен жауапкершілік. Өйткені бала мектеп табалдырығын алғаш аттағанда оның оқуға деген қызығушылығы, ұстазға деген сенімі осы кезеңде қалыптасады. Мен оқушыларымды әріп танытып қана қоймай, адамгершілікке, еңбекқорлыққа, бірін-бірі сыйлауға тәрбиелеуді басты мақсатым деп санаймын. Таңмен бірге менің де күнім басталады. Әр жаңа күнді үмітпен қарсы алып, мектепке ерекше көңіл күймен келемін. Өйткені мені күтіп отырған балалардың таза жүрегі мен мейірімді күлкісі. Әр оқушыны күлімдеп, жылы сөзбен қарсы аламын. Бастауыш сыныпта баланың мектепке деген алғашқы көз қарасы ұстаздан басталатынын жақсы білемін. Сабақ басталмас бұрын жоспарымды, көрнекіліктерімді, ойын тапсырмаларын дайындаймын. Әр сабағымды балаларға қызықты, түсінікті, әрі пайдалы ету менің басты мақсатым. Сабақта біз әріп танып, оқуды үйреніп, есеп шығарып ойлаймыз. Ойын арқылы оқып, бірге талқылап, бірге қуанамыз. Балалардың көзіндегі қызығушылық мені жаңа жетістіктерге жетелейді. Мен тек білім беріп қана қоймай, балаларды әдептілікке, достыққа, үлкенді сыйлауға, кішіні құрметтеуге үйретемін. Өйткені бастауышта тәрбие ең маңызды құндылық. Үзіліс кезінде де мен балалардың жанынан табыламын. Кейде жұбатамын, кейде ақыл кеңес беремін. Кейде жай ғана тыңдаймын. Баланың жүрегіне жол табу ұстаздың үлкен өнері. Сабақтан кейін оқушылардың дәптерлерін тексеремін. Әр жазылған әріп, әр шығарылған есеп баланың еңбегі. Әр мадақ баланың өзіне деген сенімін арттырады. Ата-аналармен тығыз байланыс орнатамын. Баланың жетістігі мен қиындықтарын бірлесе талқылаймыз. Өйткені бала тәрбиесі ата-ана мен ұстаздың ортақ еңбегі. Күн аяқталғанымен менің ойым ертеңгі сабақта. Жаңа идеялар, жаңа жоспарлар, жаңа мақсаттар күтіп тұрады. Бастауыш сынып мұғалімі болу мен үшін жай ғана мамандық емес. Бұл жүрекпен таңдалған жол. Балаларға білім беріп, олардың болашағына алғашқы қадам жасау менің ең үлкен бақытым. Менің ұстанымым балаға жүрек жылуын сыйлау менің өмірлік мақсатым. Педагогтың бір күні осылайша еңбектен басталып, үмітпен аяқталады. Мен өз мамандығымды мақтан тұтамын. Себебі мен болашаққа жол ашатын ұстазбын.